Адам қайтыс болған жағдайда оның малы, жиған терген мүлкі оның балаларына мұра есебінде қалады. Егер бірнеше балалары болса, онда олардың жас шамасына, ата-анаға жасаған қызметіне қарай бөлінеді. Кейде адам көзі тірісінде бөліп береді, немесе өсиет етіп қалдырады. Мұны молдалар мен ақсақалдар куәландырады. Мұраны бөлуге ежелгі 7 жарғы заңында немесе қазіргі заң баптарында арнаулы ережелер мен жолдар бар. Дегенмен, мұраны бөлу мен бөлісудің қазақ елінде өз дәстүр салты қалыптасқан. Олар мынадай: дүние, мүлік, мал ұл-қызға тең бөлінеді. Егер ұл тым жас болса, оның үлесі ержеткен қызға беріледі. Ол қыз әлгі баланы бағып қағуға міндетті. Мұрагерлік ететін кәмелетке толған адамдарға мынадай сұрақтар қойылады. Әкеңді бақтың ба? Иман келтіресің бе? Әкеңнің достарын, құрбы-құрдастарын сыйлайсың ба? Ұлы кітапқа сенесің бе? Кімге сенесің? Туған туыстарыңа жақынсың ба? Деген сияқты адамгершілік, діни сұрақтарға жауап беруі қажет. Оның берген жауаптарына куәгер керек. Марқұмның әкесі тірі болса, онда мұраны бөлу сол кісіге жүктеледі. Біреуге борышкер болса, мұра бөлінбей тұрып алдымен борышы беріледі. Берешегі бар адам мұра бөлінбей тұрып қайтаруға міндетті. Ұрпағы жоқ болса, онда оның жақын туыстарына дүние мүлкінің 2/10 бөлігі беріледі де, қалғаны жетім-жесірлерге үлестіріледі. Жалшы ұстаса, оған да мұра беріледі және атқарған қызметі мен істеген жылына қарай бөлінеді. Сол сияқты жалшы қайтыс болса, жалдаған адам оның мұрасын беруге міндетті. Әрине, мұраны бөлу жолдары мен әдет-ғұрыптары мұнымен шектелмейді. Өмірде әртүрлі жайлар мен тосын оқиғалар бола береді. Жөн-жосықты жетік білетін ел ақсақалдары мен би шешендері мұра және мұрагерлер жайында ұтымды әрі әділ жөн-жосықтар қалдырған. Мұра және оны бөлу белгілі ел адамдары мен молдалар, марқұмның ағайын туыстары, мұрагерлер алдында жүргізілген. Мұраны бөліп болғаннан кейін билер мұрагерлерден және оның жақын туысқандарынан олардың пікірлері мен ұсыныс талаптарын ризалығын сұраған. Мұра осындай жолмен бөлінгеннен кейінгі дау талас орынсыз деп саналған, қайта қаралмаған. Мұраны бөлу әр жеке отбасының шаруасы болғанымен, ол әлеуметтік, халықтық маңызға ие болған. Сондықтан бұл іске әр тайпа, ел, ру, туыс-туғандар өте терең мән берген, мұрагерлерді жылатпауға тырысқан.